Саламатсыздар ма? Мен бүгін айтатын тақырыбым қазақ мемлекетінің дәстүрлері. Бұл тақырып қазақ тарихында және қазақ халқында ең маңызды тақырыптардың бірі. Қазақ мәдениеті бірден құралған жоқ. Ол мыңдаған жылдар бойы тәжірибе және халықтардың әр үлесінен қосылған бір үлкен маңызды қазақ халқының мұрасы деп білсек болады. Ол рухани, саяси және мәдени тұрғыдан өте маңызды тақырып деп ойлаймын. Бірінші тоқтауға кететін тақырып ол ежелгі дәуірдегі мемлекеттік дәстүрлер. Қазақ халқының дәстүрлері ғұн, сақ, ғұн, үйсін мемлекетінен бастау алады. Олардың мәдениеті, руханияттың негіздерін қалаушылар деп айтсақ болады. Бірінші мемлекет ол сақ мемлекеті. Біздің заманымыздан бұрын 7-3 ғасырларда өмір сүрген. Ол мемлекетте саяси жағынан әскери демократияға ұқсаған. Ру тайпалары жиналып үлкен мәселелерді көтеріп соларды шешкен болатын. Сақтардың ең атақты және ең танымал билеушісі ол Томирис патшайым болады. Ол өз халқын басқа елдерден қорғап және көптеген жерлерді жаулап алған әлемдік тарихтағы маңызды кейіпкерлердің бірі. Сақ мәдениеті сол кездегі өте дамыған мәдениеттердің бірі болып саналады. Сақ мәдениетіне келетін болсақ, олар таңбаларды жазып, зергерлік өнермен айналысып және тұрмыстық мәдениетті өте қатты дамыған болатын. Соған дәлел бір қызық дерек, ол қазіргі моншаларды сол сақ тайпалары ойлап тапқан деген ғалымдардың ойы бар. Археологиялық жұмыстар кезінде табылған сақтардың моншасы. Осыны көре отырып біз қазақ дәстүріндегі тазалыққа шақыратын дәстүрлер ол сол сақтардан қалған десек те болады. Екінші айтатын мемлекет ол ғұн мемлекеті. Сақтардан кейінгі екінші сатыға тұрған мемлекет. Ұлы жаулаушысы Атила Евразияда ең үлкен империяны құрған. Европаны дүр сілкіндірген кезінде және Атила туралы бір қызықты факт. Ол көбісі айтады, Атиланы кішкене Европаның деректеріне қарасақ, оларды жабайы адамдар ретінде келтірген. Бірақ ол мүлдем олай емес. Атила өзі хандардың семьясынан, хандардың отбасынан шыққан. Сол себепті ол өте ақылды және стратегиялық адам болған. Ол туралы Ватиканда да жазған, Атила туралы. Ол сол кездегі мәдениет өте, қалай айтсақ болады, өте мәдениетті адамдардың бірі болған және оның әскери тактикалары әлі күнге дейін қолданысқа ие және кәдімгідей адамды таңғалдыратындай әскери тактикалар қолданған. Олар ғұн мәдениеті негізінде ата-баба рухына өте құрметпен қараған. Ол қазіргі күнге дейін байқалады қазақ халқында. Сол келесі айтатын мемлекет ол үйсін мемлекеті.
есім мемлекет негізінен өте бейбіт мемлекет болған. Қасындағы достарына, қасындағы көрші елдермен достық қатынас құруға ұмтылған мемлекет болып саналады. Олардың көсемі гунмо деп аталған. Көсем ол жақта үлкен рөл атқарған. Ол халықтың бейбітшілікке шақырып және ішіндегі ынтымақтастықты ұстап отырған адам болып саналады. Келесі айтатын тақырыбы қазақ хандығындағы құқықтық дәстүрлер. 15 ғасырда қазақ хандығы құрылғаннан кейін бірнеше хандар өздерінің заңдар жинағын істеп, сол заңдар жинағы туралы айта кетсем, ең бірінші заңдар жинағы ол Қасым ханның заңдар жинағы. Қасым ханның қасқа жолы деп аталады. Бұл ел ішіндегі тәртіп пен әділдікті орнатқан заңдар жинағы. Онда қылмыс, мүлік, әскери және отбасылық қатынастар туралы жазған. Екінші айта өтетініміз ол Есім ханның ескі жолы, ел бірлігі мен намысты қорғауға бағытталған заңдар жинағы болып саналады. Және соңғысы Тәуке ханның жеті жарғысы. Қазақ заңдар жинағы мәдениетін шыны деп білсек болады. Онда жесір, құн дауы және көптеген сол сияқты дауларды шешетіндей заңдар жазылған болатын. Бұл заңдар жинағы қазақ халқының сол кездегі даналығын көрсетеді. Және әділдікпен шешуге көмектескен заңдар жинағының бірі болып заңдар жинағы. Келесі айта өтетін тақырыбымыз ол жыраулар мен ақындар. Қазақ тарихында өте үлкен әріппен қалатын адамдар ол жыраулар мен ақындар. Ел арасында үлкен құрметшілікке ие болған. Өйткені олар халықтың дауысы деп айтсақ болады. Халықта не болып жатыр, олардың қандай мәселелер бар, соның бәрін хандарға жеткізген адамдар сол болған. Және олар жалғыз адамдар болған, хандарға жаман емес, бәрін ашық айта білген шаншыл адамдар болған. Сол жыраушылар мен ақындардың ішінде көзге түсетін біршама адамдар бар. Олардың бірі Асан Қайғы, ел бірлігі үшін және әділетті хан болу үшін күрескен адам. Оның идеясы өте, былай қарасақ, өте қызық идея, өте қазіргі заманда да қолдансақ болады. Ол сол идеология сол болған. Жерұйық, былайша айтқанда, жер, туған жер, отан, ұйық болса тыныштық, бейбіт мекен. Солай қарасақ, демек жерұйық деген жұмаққа тән жер немесе мәңгі бақыт мекені деп түсінсек болады. Міне осыдан оның бейбітшілікке ұмтылғанын біле аламыз. Келесі айта өтетініміз ол Бұхар жырау. Әрине, ол Абылай ханның басты ақылшысы. Қазақ жыраулары арасында анық көрінетін жыраулардың бірі. Абылайдың жақсы жаман жақтарын бетіне айта білген жыраулардың бірі. Ол ел мен хан арасында татулықты орнатқан адам. Келесі айтатынымыз ол әрине Махамбет Өтемісұлы. Өте жақсы жыршы және батыр, көтеруші, реформатор десек те болады. Жәңгір ханның озбырлығына қарсы күресте болған,
исатай батыр екеуі 1836-38 жылдары бөкей ордасындағы көтерілісті ұйымдастырған адамдар. Жәңгір хан халыққа істеген озбырлығына қарсы көтерген адамдардың бірі. Махамбет Өтемісовтің бір өлең жолдары бар. Ереуіп атқан ер салмай, ерердің ісі бітер ме деген жыры сол дәуірдің ерік рухын бейнесі десек болады. Жыраулардың поэзиясы қазақ тарихында үлкен әріппен қаралады. Олар рухани мен моральдық мектеп десек болады. Осы жырлардың арасында маған қатты ұнаған жыр ол зар заман жыры. Сол кездегі қазақ даласында орыстардан көрген озбырлықты білдіре білген адамдардың бірі, білдіре білген жырлардың бірі. Оларды жазған Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы. Сол өлең шумақтарын біреуін оқып берсем, және өз ойымды соған айта кетем. Зар заман, зарлап өткен бір заман. Сөздің басы бісміллә, біз айтайық сіз тыңда. Мұсылманның тарихын төрт аяқты хайуан. Бұл дүниенің жарығы бағасы кеткен жігіттің бетінен алар зайыбы, бір Алладан басқаның көпті қылған айыбы. Ол сияқты Шортанбайдың өлең жолдары зар заман, зарлап өткен бір заман. Осы өлең жолдарынан біз сол замандағы халықтың көрген қиыншылықтарын біле аламыз. Сол заманның анық бейнесі деп айтсақ та болады. Бұл ақындар халықты рухани оянуға шақырып, ұлттың өзіндік болмысын сақтауға үндеді. Олардың шығармашылығы халықтың намысын қорғап, әлі күнге дейін халық арасында жүр. Келесі айтып өтетін тақырыбым бұл әрине қазақ тарихында өз орны бар. Күйшілер мен рухани дәстүрдің жалғасы. Күйшілер сол замандағы ақындар сияқты өте үлкен рөл алған адамдардың бірі. Күйшілер өз күйімен күй түсетін адамдар, сол күйді естіген кезде сояқтан сөз оқығандай, сол күйдің беретін ойын түсініп, және кейбіреулер сол күй арқылы сөйлескен дегенде ой бар. Күй өнері мен күйші дәстүрі арқылы қазақ халқының тарихын білсек болады. Күй ол үлкен әуен емес, ол тарихтың, еріктің және ерлік рухтың үнімен өрілген шежіресі десек болады. Күй негізінде халықтың рухын көтеру үшін айтылады. Басты мақсаты сол деп ойлаймын. Сол қазақ тарихындағы басты күйшілердің бірі ол Құрманғазы Сағырбайұлы. Ол Құрманғазының күйлері әлі күнге дейін қазақ жерінде естіледі. Қазақстанда әлі күнге дейін адамдар оны үйреніп және орындайды. Қазақтың күй өнерінің символы ол Құрманғазы. Оның Сарыарқа, Адай күйлері еркіндік пен намыстың үні деп айтсақ болады. Құрманғазы күйлерінде халықтың рухы азаттық пен ұмтылысқа айқын көрінеді.
Келесі Тәттімбет күйші терең философиялық және сыршыл күйлермен таңғалдырған адам. Оның сар жайлау күйі туған жерге, табиғатқа деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Және кейінгілерден Дина Нұрпейісова қазақ халқының ең беделді күйші қызы десек болады. Құрманғазының шәкірті. Ол күй өнерінде әйелдің де ермен де дәрежесі тең екенін көрсете білген адам. Күйшілер осы күйшілердің маңызы зор екенін біле аламыз. Қорытындылай келе, қазақ мемлекетінің дәстүрлері ол халықтың рухани коды деп санаймын. Олар сақтардан бастап осы біздің заманымызға дейін келе жатқан тәжірибенің нәтижесі. Сол тәжірибеден құралған зат ол біздің қазіргі дәстүріміз. Қазақта мынандай сөз бар: өткенін білмеген болашағын болжай алмайды деген. Сол үшін біз өз өткенімізді ұмытпауымыз керек, тарихымызды біліп, мәдениетімізді қорғауымыз керек. Бәріңізге рахмет.